Мектепте қорлық көрген жігіт 20 жыл өткен соң кек ала бастайды. Бұл дорама туралы қателеспесем 1 жыл бұрын айтқан едім. Мүмкін көрмей қалған жандар болса деп осы дораманы айтқалы тұрмын. Бұл жерде 3 дос жігіт болады. Басында 2 жігіт дос болып жүреді. Екеуі де буллингке ұшыраған, екеуі де өз сыныптастарынан қорлық көрген жігіттер. Қорлық көргенде жай қорлық емес, өте ауыр, өте қатыгез, тіпті әжетханада болатын қатыгездік істер болады. Содан олар тағы бір жігітпен сол жерде танысып, өздерін қорғаған, қолдаған жігіттермен танысып, үшеуі үлкен дос болады. 20 жыл өтеді. Әрине 20 жылдан бұрын сол 3 достың бірі өледі, екеуі тірі. Бірі детективке айналса, ал екіншісі үлкен компанияның басшысына айналады. Дәл сол басшы ең қатты қорлық көрген жігіт 20 жылдан кейін өзінің сыныптастарынан кек алып бастайды. Оны 20 жыл бұрын қалай қорлады? Ол да дәл солай соларды қорлайтын болады, өлтіретін болады, қанжоса ететін болады. Дораманың аты «Король свиней».